Баршаңызға сәлем, құрметлерім, сіздермен Динара. Бүгін сіздермен қара өріктен дайындалған шырынның рецептімен бөлісемін. Шырын өте дәмді болып шығады. Алдымен қара өрікті жуып, ішіндегі дәнегін алып тастап, бірнеше бөліктерге бөлемін. Қара өрікті жуып болғаннан кейін тағы да бір жақсылап шайып аламын. Таза күйінде қара өріктің салмағы 2,5 килограммдай шықты. Қара өрікті ыдысқа салып, үстіне 3,5 литр су құйдым. Су қайнағаннан кейін баяу отта 30 минуттай пісіремін. Қара өрік езіліп піскен кезде блендердің көмегімен жақсылап езіп аламын. Дәміне қарай қант қостым. 6 литр шырынға 500 грамм қант қостым. Қантты әбден ертіп болғаннан кейін ыдысты газ плитаға қойып, отты орташа отқа қосып, шамамен 10-15 минуттай қайнатып аламын. Көбігі шығады, оны тазалап аламын. Дұршылақтың көмегімен түйіршіктерін тазалап аламын. Түйіршіктерін тазалап болғаннан кейін тағы да газ плитаға қойып 5 минуттай қайнатып аламын.
банка мен қақпақтар стерилді. Ыстық күйінде банкаға құйып жауып аламын. Және төңкеріп суытамын. Суығаннан кейін бөлме температурасында сақтауға болады, немесе салқын жерге қойса болады. Сіздерге ұсынған рецепт және видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, тіркелуді ұмытпаңыздар.